сіздің ішіңізде не болып жатқанын сіз білмейсіз, иә? Ана күнделікті біздің жеп жатқан тамағымызда, мына қоршаған ортамызда біздің мына ішек құрылысымызды кәдімгідей ластап жатыр, иә? Міне, ішек құрылыстың ластанғанын осылай көруге болады, иә? Ал егер сіз осы 90 күндік денсаулық концепциясынан өтіп, мына глубокий ощущение жасаған кезде ағзаға кәдімгідей результатын көресіз. Сіздің жаңағы ағзаңыздағы проблемалардың барлығы өздігінен кете бастайды. Көбісі бірінші этапты ішеді, мысалы, что-то мен нәтиже көріп жатқан жоқпын дейді. Сіз қайдан көресіз, сіз ішіңізде не болып жатқанын білмейсіз ғой. Менің өзімде сенген жоқпын, если честно, бас кезінде. Мен осыдан 3-4 жыл бұрын ең алғаш өткен кезде мен ағзамда бірталай проблема болған. Менде сахар болды, менде туберкулез болды, менде аллергия болды, менде 30 жасында артрит болатын. Осының барлығы мен анализ тапсырып алып, денсаулық концепциясының бірінші этапынан өткен кезде мен анализдерінен көріп шоке болғам.